Әркімге өзінің туған жері қымбат, кемшілігін көргіміз келмейді, ал артықшылығы болса айтқымыз келіп тұрады. Сіздерге осыған дейін Орал қаласының күзгі және жазғы бейнелерін ұсынған болатынбыз. Енді қысқы бейнесін көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. 07 Live арнасы. Жайық қалашығының қақпасының дәл алдында тұрмыз. Бұл жер 13-15 ғасырлардағы біздің ескерткішіміз. Жалпы бұл жердің табылуының өзінің бір ерекшелігі бар. Тосын жайттарға толы. Атырау Орал мұнай құбыры жүргізіліп жатырған кезде табылған. Бұл біздің тарихи құндылық, бұл біздің өткен күндеріміздің естелігі. Жалпы бұл жайында толық ақпаратты біздің археолог ағамыз, Мұрат ағамыз толықтай сіздерге түсіндіріп береді. Ақжайық өңірінің ең бір мына орта ғасырларға тиісті, сонымен бірге орта ғасырлардағы мына қала мәдениетіне тиісті ең бір керемет ескерткішінің бірі бұл Жайық қалашығы. Жайық қалашығы атауын иеленген тарихи мекенді ғалымдар 13-14 ғасырларға жатқызып, Алтын Орда кезеңімен байланыстырады. Жүргізілген зерттеулер бұл кезеңде еліміздің батыс бөлігінде қала мәдениетінің гүлденгенін, қолөнер мен сауда ісінің дамығанын дәлелдейді. Жайықтың жағасында қала болғандығы туралы дерек 10 ғасырда өмір сүрген араб саяхатшысы Ибн Фадланның жазбаларында да кездеседі. Ол кезде 1000 шақты тұрғыны бар қала аумағы 8 гектарды алып жатқан. Археологтар бұл жерден тұрғын жайларды, кірпіш күйдіретін және металл өңдейтін шеберханалардың орнын анықтады. Мына нысандарға келетін болсақ, негізінен бұл жерде мына қала тұрғындарына арналған құрылыстар. Ол енді бірінші орында мына монша, орта ғасырлық монша, сонымен қатар ұсталардың, құрылысшылардың солардың бір кварталы болған деп болжап отырмыз. Өйткені бұл жерде мына кірпіш күйдіретін пеш, сонымен қатар мына қыш ыдыстарын күйдіретін пеш, сонымен қатар мына әктасты алып, содан оны күйдіріп, одан мына құрылыс материалдарын, қазіргі тілмен айтқанда мына гипс, альбастр сияқты материалдарын алатын пештер болған. Мына Желтаудың үстінде осы қаланың үлкен бір қорымы орналасқан. Қазіргі таңда ол жерде 3 кесене табылып зерттелді. Ол енді ішіндегі жерленген адамдардың бәрі мына мұсылман әдісімен жерленген, ғұрпымен жерленген. Енді мына сіздер қазір Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің осы археология музейі ұйымдастырылды кеше жақында. Соның ішіндегі мына Жайық қалашығына тиісті жәдігерлерді көп тұрсыңыздар. Бұл жерде енді мына жаңа айтып кеткен кесенелер бар. Кесенелердің сырты жылтыратылған мына тақташалармен, қыш тақташалармен көмкерленген. Соның жаңа нелерін, үлгілерін көрсеңіз болады. Орал қаласына қонаққа келген әрбір жанға біздер осы көшені көрсеткіміз келеді. Себебі бұл көшенің тарихы өте бай, тіпті әрбір ғимаратта десек те болады, жасыл тақтайша жапсырылған. Онда 19 ғасырдың архитектурасы, яғни ескерткіш мемлекеттің қорғауында деп жазылған. Біздер өз тарихымызды жақсы көреміз, біздер өз тарихымызбен мақтанамыз, достар. Орал қаласына келсеңіздер, осы бір көшенің бойымен жаяу жүріп өтуге кеңес беремін.
Қымбатты достар, біздер дәл қазір қала тұрғындарының ең сүйікті орындарының біріндеміз. Бұл жерді көбі перевалочная роща деп атайды. Жалпы бұл жерге жұмыстан бос уақытында демалуға келеді, отбасымен серуендейді, таза ауа аясында жүреді. Негізі бұл жердің тарихы сонау алтын орда кезеңінен келе жатыр. Бұл жерде салық жиналған деседі, тарихы өте терең. Ал тарихқа сүйенетін болсақ, бұл жердің атауы негізі Басқақ Тоғай болу керек достар. Бала кезден біздің әрбіріміздің ұшқыш болсақ, немесе ғарышкер болсақ деген арманымыз болатын, сол армандарыңызды жүзеге асыратын керемет таптырмайтын орын бар. Ол Қазақстанда теңдесі жоқ орындардың бірі, яғни бұндай жер тек республика бойынша 2 қалада бар, соның бірі Оралда. Егерде өз ұшағыңыз болса, тіпті ұшақпен ұшуды да үйренуге болады. Осы жер жайлы толық ақпарат білгілеріңіз келсе, біздермен бірге болыңыздар. Западно-Казахстанский областной аэроклуб «Утан» расположен в центре города Уральск, и также мы представлены на аэродроме «Кордон», что находится за городом в 20 километрах. Вообще наш аэроклуб считается планерным клубом и является единственным в Казахстане. В советское время было их 4, но после развала остался единственный наш, благодаря нашим стараниям наших летчиков, которые сохранили в 90-е годы для нас. И в 2002 году была организована на базе аэроклуба детская спортивно-техническая школа по авиационным видам спорта. В нее вошли авиамодельный спорт, парашютный и планерный. Сейчас работает в авиашколе парашютный спорт, авиамодель находится у нас в аэроклубе, дети, подростки занимаются. И планерный клуб, к сожалению, занимаются только те, кто могут приезжать на аэродром. Основными целями аэроклуба является популяризация авиационных видов спорта, авиационный туризм в регионе, приобщение к авиационному делу и привитие любви у молодежи, у подростков к авиации. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Орал қаласында жаңа бір қозғалыстардың бірі пайда болды. Ол яғни қысты күні мұзды ойып суға түсу, морждар қозғалысы. Қызықтырса айналысуға болады, денсаулықтың мықты болуына негіз. Достар, біздер дәл қазір керемет демалыс орындарының біріндеміз. Ол Юность стадионындағы мұз айдыны. Яғни бұл жер қыста осындай мұз айдынына айналса, жазды күні футбол ойнайтын алаң осындай керемет ыңғайластырып, ұйымдастырып беріп жатыр. Келіңіздер, демалыңыздар, керемет көңіл көтеріңіздер. Ең бастысы салауатты өмір салтын ұстаныңыздар.
Қонақ келген кезде ғана біз қаламыздың керемет жерлерін аңғарып жатамыз. Светлячокқа келдік. Турбаза керемет демалыс орны. Адам қарасы өте көп. Қанша жыл болды Оралда жатқаныма бір келіп жатыр. Өте толы жер. Ең болатын көңілге ауланатын жердің бірі. Қош келесіздер. В общем, мынау ең биік екен. Мына курткамды киіп алдым пальтоның сыртынан. Қазір көреміз. Желаем қашып бара жатыр. Уже бар ғой. Қайтып кетіп қалсам. Молодец, жұмыс теріс дейді. Жұмыс тапқан екен. Разгон, братан. Готовы? Да. Смотри, все, поставь. Братан. Е-мое. Все, готовы? Давай, киша, давай. Кет. 07 лайк. Давай еще. Болды ме?